2026 жылдың 13 наурызында Куба президенті Мигель Диас-Канель алғаш рет Дональд Трамп әкімшілігімен келіссөздер жүргізіп жатқанын ресми түрде растады. Шамамен 70 жыл бұрын коммунистік жүйе орнаған және 2015 жылға дейін ақш-пен дипломатиялық қатынасы болмаған бұл арал мемлекет неге қарсы тараппен келіссөзге барып отыр? Жалпы Куба қалай социалистік мемлекетке айналды? Бүгінгі видеода осы сұрақтарға жауап беріп көреміз. Кариб теңізінде орналасқан Куба аралын Христофор Колумб ашқаннан кейін, ол ұзақ уақыт бойы Испанияның бақылауында болды. ақш құрылған кезде де бұл арал Испанияның отары еді. Кейін ақш Франциядан Луизиананы сатып алғаннан соң, Кубаны да сатып алуға қызығушылық танытты. Алайда Испания бұл ұсыныстарды бірнеше рет кері қайтарды. ақш Кубаны сатып алу туралы ұсынысты бірнеше рет жасағанымен Испания келіспеді. Кейін Куба ақш пен Испания арасындағы соғысқа себеп болды. 19 ғасырдың соңында Кубада Испания билігіне қарсы көтеріліс басталды. 1898 жылы ақш Кубадағы өз азаматтарын қорғау сылтауымен аралға әскери кеме жібереді. Кемеде Гавана портына жақындаған кезде жарылыс болады. ақш бұл оқиға үшін Испанияны айыптап, сол жылдың сәуірінде соғыс жариялайды. Соғыста ақш жеңіске жетіп, Испания Куба мен Порто-Рико аралынан бас тартуға мәжбүр болды. Осыдан кейін ақш Порто-Риконы өз аумағына қосты, ал Кубаны формалды түрде тәуелсіз деп жариялады. Алайда іс жүзінде Куба ақш ықпалындағы мемлекетке айналды. Кейін арал америкалықтар үшін демалыс және бизнес орталығына айналды. Ал америкалықтар Кубаға инвестиция сала бастады. Неге ақш Кубаны соншалықты алғысы келді? Жауабы географияда. Куба Кариб аймағының дәл ортасында, өте стратегиялық жерде орналасқан, сонымен қатар ол ақшқа өте жақын. Мысалы, Флоридадағы Кей-Вест қаласынан Кубаға дейін небәрі 180 км, Майами қаласына шамамен 380 км. Яғни Куба ақштың дәл табалдырығында тұрған мемлекет. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Куба елінде Фулгенсио Батиста президент болды. 1940 жылдардан кейін елдегі саяси жағдай өзгеріп, 1945 жылы билікке Рамон Грау келді. 1952 жылы Кубада кезекті президенттік сайлау өтуі тиіс еді. Негізгі кандидаттардың бірі Батиста болды. Алайда оның жеңіске жету мүмкіндігі төмен еді. Сол себепті ол сайлауға 2 ай қалғанда мемлекеттік төңкеріс жасап, билікті күшпен басып алды. Осыдан кейін Фидель Кастро бастаған топ үкіметке қарсы шығып, қарулы күресті бастайды. 1953 жылы Кастро жақтастарымен бірге билікті басып алу үшін түрлі әрекеттер жасайды. Бірақ оның әрекеттері сәтсіз аяқталып, ол тұтқындалады. Сотта оған 15 жыл түрме жазасы беріледі. Үкім жарияланған кезде Кастро «тарих мені ақтайды» деген мәлімдеме жасайды. Кейін бұл сөз әйгілі ұранға айналды. 1955 жылы Батиста Кастроны кешірмен босатады. Бостандыққа шыққан соң Кастро Мексикаға кетеді. Сол жерде ол 26 шілде қозғалысы атты ұйым құрып, 1956 жылдың желтоқсанында Кубаға қайта оралады. Кастро мен оның жақтастары Батиста режиміне қарсы күресті жалғастырып, біртіндеп табысқа жете бастайды. 1959 жылы олар Гавана қаласын басып алады. Сол күні Батиста елден қашып кетеді. Кастро өзін армия басшысы және қорғаныс министрі деп жариялайды. Көп ұзамай сол уақытта уақытша президент қызметін атқарған Мануэль Уритра отставкаға кетіп, билік толықтай Кастроның қолына өтеді. Осылайша Кастро Кубада билікті алып, елде коммунистік жүйе орнатады. Кейін Совет одағы Кубаға жан-жақты қолдау көрсете бастайды, ал ақш болса Кубамен дипломатиялық қатынасты үзіп, елшілігін жабады. 1962 жылы ақш пен Совет одағының арасында қайшылықтар туындап, ақш Түркия аумағына Совет одағының маңызды нысандарына жете алатын ядролық зымырандарды орналастырады. Бұған жауап ретінде Кеңес одағы Куба аумағына ядролық қаруларын орналастыра бастайды. Осылайша ақш пен КСР арасындағы қатынас күрт шиеленісіп, адамзат тарихындағы ең қауіпті дағдарыстардың бірі Куба дағдарысы басталды. 1962 жылы 22-23 қазанда ақш Куба айналасында теңіз блокадасын жариялады. Көп ұзамай Куба әуе кеңістігінде ақштың барлау ұшағы атып түсірілді. ақш бұған жауап беретінін мәлімдеді. Әлем ядролық соғыс қаупінің алдында тұрды. Бір ғана шешім толық жойқын соғысқа әкелуі мүмкін еді. Алайда 1962 жылдың 24 қазанында екі елдің басшылары келісімге келді.
келісім бойынша ақш Кубаға басып кірмеуге және Түркиядан зымырандарын әкетуге уәде берді. КСРО Кубадан ядролық зымырандарын шығаруға келісті. Дағдарыс аяқталғаннан кейін Вашингтон мен Москва арасында тікелей байланыс желісі орнатылды. Алайда соған қарамастан екі держава арасында қайшылықтар ұзақ жылдар бойы жалғаса берді. Куба дағдарысы аяқталғаннан кейін де Совет өкіметі Кубаға көмегін жалғастырды. Кеңес одағы Кубаға экономикалық, қаржылық, әскери көмек көрсетті. Мысалы, қант қамысын әлемдік нарықтан қымбат бағамен сатып алып, ал техника, мұнай, азық-түлік пен өндірістік тауарларды арзан бағамен жеткізді. Бұл қолдау 1989 жылға дейін жалғасты. Алайда КСРО ыдырағаннан кейін Ресейдің өзі экономикалық дағдарысқа тап болып, Кубаға көмекті тоқтатты. Соның салдарынан Кубада ауыр экономикалық дағдарыс басталды. Халықтың көп бөлігі кедейлікке ұшырады. Осы кезеңде Фидель Кастро жасы ұлғайып, денсаулығы нашарлай бастады. 2006 жылы ол билікті уақытша інісі Рауль Кастроға тапсырды. Ал 2016 жылы Фидель Кастро қайтыс болды. Рауль Кастро билікке келген соң бірқатар маңызды реформалар жүргізді. Ұялы телефон қолдануға рұқсат берілді. Интернетке қолжетімділік ашылды. Қонақ үйлерде тұруға шектеулер алынды. Көлік жалдауға мүмкіндік берілді. Ауыл шаруашылығында фермерлерге еркіндік берілді. Өнімді өз қалауынша сатуға рұқсат етілді. Сонымен қатар тұрғын үйлерді жекешелендірілуге рұқсат берілді. Халықаралық нормаларға жақындау басталды. 2015 жылы Рауль Кастро ақш пен дипломатиялық қатынасты қайта қалпына келтірді. Алайда екі ел арасындағы қатынас толық жылымады. Саяси реформаларда жүргізілді. Бір адамның билікте 2 мерзімнен артық отыруына тыйым салынды. 2018 жылы Рауль Кастро билікті жаңа буынға тапсырып, ел басшылығына Мигель Диас Канель келді. 2019 жылы Кубада жаңа конституция қабылданды. Жаңа конституцияға сәйкес жеке меншікке рұқсат берілді, жеке кәсіпкерлікке жол ашылды, нарықтық элементтер енгізілді. Сонымен қатар президент және премьер-министр лауазымдары қайта енгізілді. Қазіргі таңда Кубаны Мигель Диас Канель басқарады. Соңғы уақытта Куба еліндегі жағдай күрделене түсуде. Бұған негізгі себеп энергетикалық тәуелділік. Куба ұзақ жылдар бойы Венесуэладан арзан мұнай алып келген. Ел экономикасы осыған қатты тәуелді болды. Алайда 2026 жылдың 3 қаңтарында Николас Мадуро биліктен алынып, ақш тарапынан ұсталып әкетілді. Соның салдарынан Куба ең маңызды одақтасынан айырылды. Осыдан кейін ақш Кубаға қысымды күшейтті. Кубаға мұнай жеткізетін елдерге қысым жасалды. Кейбір жеткізілімдер толық тоқтатылды. Нәтижесінде жанармай тапшылығы басталды. Электр энергиясы жетіспей қалды. Көлік жүйесі істен шықты. Азық-түлік өндірісі баяулады. Елде терең экономикалық дағдарыс қалыптасты. Куба билігі ақштың саясатын бірнеше рет сынға алды. Мигель Диас Канель бұл елді тұншықтыру әрекеті деп мәлімдеді. Ал сыртқы істер министрі ақш әрекетін халықаралық қауіпсіздікке қауіпті деп бағалады. Соған қарамастан Куба ақш пен алдын ала шартсыз келіссөздер жүргізуге дайын екенін білдірді. Ішкі жағдайда күрделеніп барады. Халық наразылығы өсіп жатыр. Митингілер көбейіп келеді. Кейбір жерлерде билік нысандарына шабуыл жасалды. Егер жанармай тапшылығы, электр энергиясының жетіспеуі, азық-түлік дағдарысы жалғаса берсе, Кубадағы коммунистік жүйенің сақталуы екіталай.